Бәріңізге сәлем, сіздермен халық емі арнасы. Бүгін сіздерге сарымсақтың сіз білмеген 13 түрлі пайдасын айтып өтетін боламын. Егер күнде сарымсақ жеп отырсақ, сіздің денеңізде не болатынын білгіңіз келеді ме? Қысқы уақытта әсіресе вирус пен инфекция эпидемиясы кезінде бірден ойға оралатыны сарымсақ. Бірақ тұмау мен суық тиюді емдеуден басқа, сарымсақтың тағы қандай қасиеттері бар екенін бірі білсе, бірі білмейді. Ал енді бүгін сарымсақтың 13 түрлі қасиетімен бөлісемін. Дәлірек айтсам, сарымсақ демікпе, көз аурулары, гипертония, құлақ ауруы, безеу, бөртпе және басқа да түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Бірінші, сарымсақ асқазан ішек жолы ауруларына ем. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Сондықтан оның жұмысын кешенді түрде жақсартып, жан-жақты жетілдіреді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерінің алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Көкөніс құрамындағы заттар ішектердің қызметін жақсартады, ісінуді жояды, шырышты қабықтың тітіркенуін жеңілдетеді және тамақтың ас қорыту процесін реттейді. Ол үшін ең маңыздысы сарымсақты қалай дұрыс жеу керек екенін біліп алу қажет. Екінші, диабет кезіндегі сарымсақтың пайдалы қасиеті. Қант диабеті қауіпті ауру. Оны емдеу өте қиын. Ауру бүкіл ағзаның жұмысын бұзады. Бүйректің, жүрек қан тамыры мен жүйке жүйесінің жағдайын нашарлатады. Өкінішке қарай сарымсақпен қант диабеті емделмейді. Десе де, қант диабетіне сарымсақтың айтарлықтай пайдасы бар. Ол ауру кезіндегі көптеген жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Әсіресе профилактика ретінде көптеген дәріханаларда сатылатын сарымсақ майының сығындысы немесе үйде дайындалған сарымсақ майын қолдануға болады. Үшінші, сарымсақ холестеринді төмендетеді. Аллитин заты липопротеинтердің тотығуына жол бермейді. Мұндай тотығу атеросклерозға қауіп төндіреді. Ал сарымсақ оның алдын алатын таптырмас зат. Күнделікті қолданысқа, әсіресе қандағы холестерин мөлшері жоғары адамдарға сарымсақ ұсынылады. Мысалы, осы мақсатта, яғни холестеринді түсіру үшін сүтке тұтас сарымсақ қосып ішуге болады. Бір қызығы, сарымсақтың өзінің құрамында аллитин жоқ. Бұл зат сарымсақ жасушаларының механикалық бұзылу кезінде пайда болады. Сондықтан көптеген халықтық рецептілерде сарымсақтың пайдасы барынша көп болу үшін ұсақталған дәрі-дәрмектерді бірнеше минутқа қалдыру керек екені көрсетілген. Төртінші, гипертония кезіндегі сарымсақтың емдік қасиеті. Сарымсақта қан мен жүрекке пайдалы болатын көптеген факторлар бар. Жоғарыда аталған аллитин сонымен қатар тамырды кеңейтетін қызмет атқарады. Гипертония кезінде жылдам көмектесетін қасиетке ие. Жалпы осы ауруға тез әрекет ете алады. Сондай-ақ осы бір пияз тұқымдас көкөніс тромбоциттердің жабысып қалуын болдырмайды. Тромбоциттердің жабысуы инфаркт пен инсульттің негізгі себебі екені көпшілікке мәлім. Бесінші, сарымсақ арқылы көз ауруларын емдеуге болады. Сарымсақтың құрамында С дәрумені өте көп. Сонымен қатар сарымсақ селен мен кверцетинге бай. Селен көбінесе күкірт қышқылынан шығарылатын сұрғылт қара металл ғой, ал кверцетин табиғи биохимиялық зат. Сондықтан бұл пияз тұқымдасты көп инфекциялармен күресу үшін қолдануға болады. Сонымен бірге сарымсақтың көмегімен көз айналасындағы ісінуді де кетіре аламыз. Алтыншы, сарымсақ құлақ ауруларын емдеу қасиетіне ие. Құлақ ауруы кезінде сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Сарымсақ бұл қышыма қотырды, бактерия мен вирустарды жоятын белгілі антибиотик. Құлақтың қабынуы жағдайында сарымсақты зәйтүн майымен араластырып құлаққа тамызуға болады. Осы ретте сарымсақ майын дайындау әдісімен де бөліскен жөн болар. Ол үшін жаңа сығылған сарымсақ шырыны мен зәйтүн майын тең мөлшерде араластыру қажет. Дәрілер бөлме температурасында сақталады, бірақ 3 күннен артық сақтауға болмайды. Сіздерге ақпарат пайдалы болып жатыр деген үміттемін. Егер әлі де каналға тіркелмеген болсаңыз, тезірек тіркеліп алуыңызды сұраймын.
Жетінші, сарымсақ ішек құртын жояды. Сарымсақ диарея, дизентерия және өзге де әртүрлі ішек қызметін бұзатын ауруларды жақсы жоюға көмектеседі. Ол патогенді ішек микрофлорасын толығымен жоқ болып, қабыну мен тітіркенуді болдырмайды. Яғни ішек құрттарына қарсы дәрі ретінде айтылған пияз тұқымдасы пайдалануға болады. Сонымен қатар сарымсақ ауру тудыратын микроорганизмдерді жоқ қылып, сауышек микрофлорасын қалпына келтіреді. 8-ші, сарымсақ суық тию кезінде де пайдалы. Суық тигенде және тұмауға сарымсақтың пайдасы көп екені бәріне белгілі. Бірақ сарымсақтың қандай пайдасы бар екені, оны қалай және қанша пайдалану керек екені бәрі біле бермейді. Жалпы осы ауруларды сарымсақпен емдеу мүмкін бе деген сұрақта туындайды. Нақтырақ айтқанда, суық тиюдің алғашқы белгілері байқалған кезде, түскі асқа ұсақталған 2 сарымсақ жеу арқылы сіз инфекцияның одан әрі таралу кедергі жасайсыз. Я болмаса суық тигенде арнайы сарымсақ сорпасын дайындауға да болады. Сарымсақ вирустық инфекциялар эпидемиясы кезінде оның алдын алатын ең жақсы дәрі. Көкөніс құрамындағы витаминдер мен минералдар иммунитетті сенімді түрде нығайтады. 9-шы, сарымсақтың тері үшін пайдасы мен зияны. Сарымсақ шырыны керемет бактерицидті қасиеттерге ие. Оның көмегімен бірнеше дүниежүзілік соғыс кезінде жараларды залалсыздандырған. Бірақ сарымсақ неғұрлым пайдалы болса, соғұрлым зиянды екенін де ұмытпаған жөн. Таза түрдегі сарымсақ шырыны теріні тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан қолданар алдында 1 бөлігі судан және 4-тен 1 бөлігі сарымсақ шырынан тұратын су ерітіндісін дайындау қажет. 10-шы, сарымсақ безеулерді де кетіреді. Жасөспірімдердің өтпелі кезеңдеріндегі безеу бөртпелері бұл жалпы кеңінен таралған тері проблемалары. Сарымсақ, бал, куркума мен иіс майдың қоспасы безеудің пайда болуына жол бермейді. Сондай-ақ безеуден кейін тыртықтарды оны қалып қойған орындарын тегістейді. Сарымсақтың теріге тигізетін пайдасы дәмдеуіштің антибиотикалық қасиеттеріне байланысты болуы мүмкін. Бұл жағдайда папилломалардан алынған сарымсақ та пайдалы. 11-ші, сарымсақпен демікпені емдеуге болады. Демікпені сарымсақпен емдеуде қайнатылған осы көкөніс шишелерін пайдаланылады. Олар демікпе ұстамасының алдын алады және демалуға мүмкіндік береді. Дәрігерлер ұйықтар алдында күн сайын 1 стакан сүтпен бірге 3 сарымсақ шишесін қайнатып ішуді ұсынады. Үкіштен өтілген сарымсақ қосылған уытты сірке суы демікпе ұстамасына тосқауыл болатын таптырмас зат. 12. Сарымсақ ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Сарымсақтың өмір сүру ұзақтығына әсерін дәлелдеу мүмкін емес. Алайда осы пияз тұқымдастың жоғарыда аталған барлық пайдалы қасиеттеріне сүйене отырып, оны тұрақты түрде пайдалану өмір сүру ұзақтығын төмендететін бір қатар қауіпті факторларды жою деп айтуға болады. Осылайша сарымсақ өмір сүру ұзақтығын арттыруы мүмкін. Сондай-ақ сарымсақ көбінесе өлімге алып келетін жұқпалы аурулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Әсіресе егде жастағы адамдар мен иммундық жүйесі бұзылған адамға көп көмегін тигізеді. 13. Сарымсақтың қатерлі ісікке де пайдасы бар. Онкологияда және қатерлі ісік ауруларының алдын алу кезінде де сарымсақ маңызды рөл атқарады. Сарымсақты үнемі тұтыну асқазан ішек жолдарының қатерлі ісік ауруының даму қаупін азайтады. Бұл өсімдік ағзадағы канцерогенді заттардың концентрациясын төмендетеді. Сондықтан ол қатерлі ісік ауруының, әсіресе сүт безі қатерлі ісігінің алдын алады. Сарымсақпен емдеу максималды түрде нәтиже беру үшін оны шикідей үгітіп жеген дұрыс. Дәрігерлер дененің әртүрлі инфекциялардағы төзімділігін арттыру үшін оны күнделікті жеуді ұсынады. Күніне 2-3 тіс жесін жеуге кеңес береді. Сонымен қатар қуырылған, қайнатылған, бұқтырылған тағамдар мен салаттарға сарымсақ қосудан қорықпаңыз. Және жаңа ғана шыққан сарымсақты ешқашан лақтырмаңыз. Жаңа өскен өте ерекше күшке ие болады. Осы бір ащы көкөністі жақсы көретін адамдар сарымсақтың қабығының да пайдасын біледі. Әрбір заттың пайдасымен қатар зияны да болатыны белгілі. Егер сарымсақты белгіленген мөлшерден асырып пайдаланса, онда ас қорыту жолдарының қабығы тітіркенуі мүмкін. Сондықтан сарымсақты кім жеуге болмайтынын білу керек.
Пияз тұқымдастың екінші бір кемшілігі оны жеп болғаннан кейінгі ауыздағы жағымсыз иіс. Оны бірден кетіру мүмкін емес. Осы себепті адамдар сарымсақ қосылған тағамдардан қашады. Бірақ тұтастай алғанда сарымсақтың пайдасы бүкіл организм үшін орасан зор. Мен бір дәрігерден кеңес алған болатынмын. Ол кісінің маған берген жауабы: сарымсақ бір адамдар үшін өте пайдалы болса, біреулерге керісінше зияны тиіп жатады. Біз бұл ретте дәрінің ас қорыту жүйесіне байланысты екенін айта кеткеніміз жөн. Дені сау адамдарға күніне 1-2 талын ғана қолданса жеткілікті. Ал асқазан ауыратын, гастриті немесе ойық жаралы колиті бар адамдарға сарымсақты күнделікті пайдалануға болмайды. Тіпті кейде ас мәзірінен мүлде алып тастауына тура келеді. Өйткені сарымсақты жиі тұтыну асқазанның шырышты қабығының асқынуына алып келеді. Бұл тек сарымсаққа қатысты айтылар дүние емес. Кез келген тағамда пайдаланар кезде оның қандай пайдасы мен зияны бар екенін сараптап барып қана қолдансақ болады. Бұның барлығы денсаулығымызға орасан зор нұқсан келтірудің алдын аламыз. Ақпарат пайдалы болып, қажетіңізге жарап жатса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта қажетті әрі пайдалы көптеген видеолар шығаратын боламын.